Петропавл қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі Алғыс айту мерекесіне орай бауырсақ күнін өткізді. Оған мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар жалпы 800-ден астам адам қатысты. Айта кеткен жөн, мектеп маңында 15 қазан отқа қойылып, 300 келі бауырсақ пісірілді. Тақырыпты әріптесім Нұрбол Балғабеков баяндайды. Бауырсақ Қазақстандағы ең танымал тағамдары. Биыл Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы аспан астында көшпеннің алғашқы күні бауырсақ күнін атап өтті. Бір қызығы, бұл мерекенің нақты датасы белгіленбеген. Күннің суығына қарамастан халық көп жиылды. Мереке барысында оқушылар ән айтып, би билеп, арқан тартысты. Жиналғандардың қуаныштарында шек жоқ. Екі іске атсалысқандардың арасында Эльмира Есенбаева да бар. Ол ұлттық тағамды жасаудың қыр-сырымен бөлісті. Рецептіне бұның салғанымыз дрожь салдық, сүт, сосын разрыхлитель салдық, көтерілсін қамыр өте тамаша болып пісін деп, су қостық, міне бауырсағымыз осылай дайын болды. Аталмыш білім ордасында бауырсақ күні алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Мектеп маңы құдды бір қазақ ауылына айналғандай. Айтулы дата қазақ халқының дархандығын көрсетеді дейді химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі директорының орынбасары. Өздеріңіз тарихтан білесіздер, қазақ жеріне көптеген ұлттар келген. Соған біздің қазақ халқымыз дархандығын көрсетіп, құшақ жая қарсы алғанды, көмек көрсеткен. Сол тарихи оқиғаларды еске алайық деп, балаларымызды тәрбиелеу үшін осы шараны ұйымдастырып жатырмыз. Жақсы өтіп жатыр. Мереке аясында бауырсақтың түр-түрі әзірленді. Оларды пісіруге Армангүл Ербол да қатысты. Ол дүбірлі тойдың мүшесі болғанына дән риза. Бауырсақ той мерекесі жоғары деңгейде өтті. Біздің мектеп облыс бойынша бауырсақ күнін алғашқылардың бірі болып тойлады. Сонымен қатар барша солтүстік қазақстандықтарды алғыс айту күнімен құттықтаймын. Аталмыш мереке алдағы уақытта дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын болады. Шара соңында оқушылар әннен шашу шашты. Нұрбол Балғабеков, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі.